Аресті шешу. Сіздермен заңгер Шыныбаев Марғұлан осы туралы талқылайық. Егер сіздің счетыңызға, үйіңізге арест қойылса, оны қалай шешесіздер? Біріншіден тексеруіңіз керек. Негіз қандай? Егер сот шешімі болса, сырттай сот шешімі болса, оған арыз беру арқылы сырттай сот шешімінің күшін жоюға болады. Ол біріншіден. Ал егер арест қоюдың негізі нотариустың атқару парағы болса, нотариусты тауып аласыздар, сол нотариусқа қарсы талап арыз жазасыздар. Арыз жазғаннан кейін сізге қолыңызға құжат береді. Жаңа нотариалдық атқару парағының күшін жойған туралы. Яғни бірінші жағдайда сот шешімі күшін жояды, екінші жағдай нотариалдық атқару парағы күшін жояды. Осы күшін жою туралы сізге қолыңызға сотта ұйғарым, ал нотариус болса қағаз, письмо береді күшін жойған туралы. Осы екі қағазды алып, ары қарай сот орындаушыға хат жолдауыңыз керек. Аресті шешу туралы. Сөйтіп, сот орындаушы аресті 5 күннің ішінде, талапқа жаңа хат жолдағанның 5 күннің ішінде аресті шешуге міндетті. Осылайша сіз аресті шеше аласыздар. Қайталап өтейін, сот шешімі сот шешімі заңды күшін айыру керек, күшін жою керек. Нотариальный надпись болса, осы нотариальный надпистің күшін жою керек. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Мына подписканы ұмытпаңыздар, лайк басып отырыңыздар және астына комментарий қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Осы қазақи каналдың дамуына үлес қосуыңызды сұраймын және видеомен бөлісе отырыңыздар.